Сәлеметсіздер ме? Менің көрермендерім, балақайларым, ата-аналар. Бүгінгі менің сабағым тұтықпаға арналмақ. Тұтығу дегеніміз бұл тырысулардың әсерінен пайда болған кедергілер. Тұтығу балада 2 және 6 жас аралығында анық көрінетін жағдайлар болып келеді екен. Кедергілер, бұзылыстар болып келеді екен. Тұтығулар біздің көбінесе тамағымыздан және мына ерніміздің айналасындағы тырысулар болып келеді екен. Сол себепті сіздерге көрермендердің сұрау бойынша бірнеше жаттығулардың түрлерін көрсеттім. Сол жаттығуларды жасау арқылы сіздер тұтығуларыңызды жояды деген ойдамын. Біз тынысты көп алып және оны дауысты дыбыстарға шығарғанды үйренейік. Кәне, бірге жасайық. Кеттік, дауысты дыбыстарды кішкентай күйінде ауада жасап үйренеді екенбіз. Тыныс аламыз бірге. Енді о. Енді қыстың күні боран қалай соғады? Кәне, соның дауысын салып көрейікші. Бір жаттығуымыз майшам деп аталады. Былай қолымызды жоғары көтеріп, майшам ұсап деп тыныстап алуымызға болады. Болмаса, бұны біз буындарға жасауымызға болады. Мысалы, ма, ба, қа, ке. Міне осылай буынға да жасауымызға болады екен. Қазір сіздермен насос деген жаттығу жасаймыз. Насостың не үшін керек екен өздеріңіз жақсы білесіздер. Ол дөңгелектің желін үрлеу үшін. Насоспен дөңгелекті үрлеу үшін біз қолымызды аяғымыздың басына жеткізбейміз, тіземізге дейін де жеткізбейміз. Осы қашықтықта ғана ақырын осылай еңкейіп тұрып, біз мұрнымызбен тынысты тартамыз. Кәне, оны біз 8 рет жасаймыз. Енді қырынан тұрып көрсетейін сіздерге. Жаңағыдай қолымызды тіземізге жеткізбейміз, кішкене ғана бүгілеміз. Ал, бастайық. Енді алдыға қарай тағы да 8 рет. Тағы да қырмен тағы да бір көрсетейін. Стрельникованың «Обними плечи» деген жаттығуын жасаймыз. Қазақша аударған кезде иығыңды құшақта деген. Міне, көріп отырғандай, 2 шынтағымызды бір-біріне түйістіре отырып жасайды екенбіз. Қолымызды былай және былай кезектеп ауыстырмаймыз. Бір бағытта ғана мұрнымызбен деп қатты тыныс алу арқылы жасайды екенбіз. Өздеріңіз байқағандай деген кезде біздің мына мойнымыздағы бұлшық еттеріміз жиырылып жұмыс жасайды. Сол үшін бізге өте қажетті жаттығулардың бірі болып саналады. Енді қырмен. Басында айтқандай, әр жаттығуды 4 рет, алдыға 2 рет және қырмен 2 рет. Кеттік, бастайық. Тұтықпа кезінде қату және босаңсу жаттығулары өте пайдалы.
денемізде мына жерімізде және ернімізде тырысулар болады. Негізінде бүкіл денемізді қатырып және бірден босаңсу жаттығуларын жасаймыз. Қазір мен сіздерге жаттығулардың бірнеше түрін көрсетемін. Сіздер соны мұқият көріп, менің артымнан қайталаңыздар. Мұздақтар қатты қыс суық болған кезде мұздақ қатып қалады, қатамыз мұз құсап. Бүкіл денемізді тырысып тұрамыз. Сонымен қатты бірден күн ысып кеткен кезде қатып тұрған мұздарымыз тез ери бастайды. Өстіп босаңсимыз. Жаттығуды бір қайталап жүрейік. Ағаш пен бау, бауды ширатып, тартып, ағаш құсап қатайтамыз. Тырысамыз, жібереміз. Тағы да ширатамыз, тартамыз. Келесі жаттығуымыз ралли деп аталады. Қолымызды рөлді ұстағандай болып, аяғымызбен педальды басқандай болып, қатты тырысамыз алдыға қарай. Машина ралли айдаймыз. Барлық жерімізді қатты тырысуды ұмытпаймыз. Босаңсимыз. Енді келесі аяғымызбен жасауға болады. Жарайсыңдар. Дым білмес. Білмейм. Дым білмес, құсап тырысамыз. Жақсы. Келесі жаттығуымыз томпақ қуыршақ деп аталады. Томпақ қуыршақ өздеріңіз білесіздер. Оның аяғы жоқ. Томпақ қуыршақ сияқты тырысып қаламыз да әрі бері шайқаламыз. Немесе оны біз томпақ қуыршақ деп айтамыз. Жақсы. Енді келесі жаттығуымыз маятник. Аяқтарымызды жақын қоямыз. Содан кейін алдыға және артқа тырысу арқылы шайқаламыз. Тырысамыз. Жазамыз, жібереміз. Өте жақсы. Осылай жаттығулардың барлығын жасау арқылы біз денемізді босаңсытуға, тырысуға үйретеді екенбіз. Жарайсыздар. Сіздер бүгін менімен бірге осы барлық жаттығуларды жақсы жасап шықты деген ойдамын. Ал енді бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Менің жаттығуларымның пайдасы сіздерге тиеді деген ойдамын. Үйден осы жаттығуларды үнемі қайталау арқылы өзіңіздегі қиындықтарды жояды деген сенімдемін. Сау болыңыздар, құрметті көрермендерім, балақайларым. Келесі сабақта кездескенше.